Кокос стружкасы қосылған сүзбеден печенье дайындаймыз. Сүзбемізді ыдысымызға саламыз. Оның үстіне жұмсақ сары майымызды қосып, тұзымызды сеуіп, жанышқымен араластырамыз. Ұнымызды шетінен қоса отырып, қопсытқышымызды қосып, қамыр жасаймыз. Бізде осындай қамыр шықты. Енді қамырды екіге бөлеміз. Содан кейін ұзын етіп жайып аламыз. Жайылған қамырдың шетіндегі қисық қалдықтардың барлығын кесіп алып тастаймыз. Бетіне қант себеміз. Кокос стружкасын себеміз. Содан кейін жақсылап ораймыз. Енді бөліктерге бөлеміз. Табағымызға қойып, 20 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне қантын тағын себеміз. Мінекей біздің печеньеміз осылай оп-оңай дайын болды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып өзіңізге сақтап қойыңыз. Сіздермен болған Меруерт.